Баршаңызға сәлем. Шетелдіктер асырап алған қазақ баласы Жәнбек анасына сәлем жолдады. Ол анасының тірі екеніне, жақында табылатынына сенеді. Бұл туралы ол 1001 түн бағдарламасында айтты. Әр кеште, жатар кезде сен мені көрді ме деп ойлаймын. Мен сені іздеп жүрмін. Бұл оқиға көпшілікке жария болады деп қорықпа. Бәрі біліп қояды деп қорықпай маған кел. Менің өмірлік сауалыма жауап беруді өтінемін. Келші маған, дейді Жәнібек. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.